Сәлем достар, бұл сіздермен мен Ари Геймер. Достар, біз бүгін память деген не? Сол туралы әңгіме айтатын боламыз. Память деген память емес, видеокарта деген не? Сол туралы әңгіме айтатын боламыз. Видеокарта дегеніміз қазіргі таңдағы компьютердің ең маңызды бөлшегі. Сіздерде видеокарта болмайтын болса, сіздерде онда мықты ойындарды көтере алмайды, яғни Warface, GTA 5, FIFA 2017-16 деген ойындар мүлдем көтере алмайды. Сондықтан да сіздерде видеокарта болмайтын болса, сіз Майнкрафттың өзін ойнай алмайсыздар. Сондықтан да сіздерге қазіргі таңдағы ең мықты видеокарталарды таныстыратын боламын. Қазіргі таңдағы ең мықты видеокарталар ол Nvidia GeForce компаниясы ұсынады. Олар 4 гигабайт және 8 гигабайт және 6 гигабайттықтары шықты. 4 гигабайт өте керемет, 6 одан да мықты, 8 деген кәдімгідей компьютеріңіз мощный болады. 8 гигабайттық болатын болса, достар, сіздерге ұсынатын 4 және 8 гигабайттықтарды алыңыздар. Өте керемет бұл кәдімгідей қараңыздар. Ал сіздерге гигабайт емес, сондай видеокарта екен, қараңыздар, 2 гигабайттың өзі 52 мың теңге. 2 гигабайттың өзі 52 мың. Ал 4 гигабайттар қанша? 100-200 мың теңге, не болмаса. Жоқ, бұл Gigabit деген компания сіздерге Nvidia GeForce компаниясын ұсынамын, өйткені бұл компаниялар мінекей. Бұл компаниялардікі арзандау болады, және арзандау болған бұлардікі сапалы болады, және осы компаниядан заттан алған дұрыс. Қазіргі таңда FIFA, PES және GTA 5 деген ойындардың көбі осы Nvidia GeForce компаниясымен екеуі бірге сияқты өтмелек ойындарды шығарғанда осы Nvidia GeForce компаниясымен шығарады. И 8 гигабайттықтарды көрейік. 8 гигабайттықтардың орташа бағасы 150 мың теңгеден басталады. Ал 4 гигабайттықтардың бағасы әрине видеокарталардың барлығында алған дұрыс. GeForce компаниясының алыңыздар, өте керемет. Қазір кірейік. 4 гигабайттықтардың орта бағасы 80 мың, 90 мың теңгелер шамасында болады. Және менің өзімнің қандай компьютерім 4 гигабайттық оперативный память бізде көрсетейін. Выполнить деген басамыз, XDiat деген команданы таңдаймыз. Компьютерный команданы таңдаймыз, және сіздер туралы ақпараттар осы жерде болады. Және мен экранның өзінде 1,8 гигабайт экранның несі видеокартасы, ал өзінің несі 4 гигабайттық. 4 гигабайт 96 мегабайт. Мінекей звуктікі жоқ әзірше. Ал және Nvidia GeForce 820 M деп тұрады. M бұл 390 яғни 3 гигабайт. Бұл 3-те 8 екен. Немін өзі GeForce-тен, ал бұлай 4 гигабайт көріп тұстар мені. Және менің осыған кірсеңіз, DirectX деген кірсеңіз, памяті және Core i3, Intel Core i3 және 4030 және қай жерде шығарғаны Asus Tech Computer NH, яғни Asus компаниясы шығарған, және 11. Және видеокарта не үшін керек десеңіз, жалғыз ойындар ғана емес, сіздерде Vegas Pro, Sony Vegas және Adobe Photoshop деген заттарға да әрине видеокарта керек. Және видеокарта компьютердегі ең маңызды бөлшек. Сондықтан да сіздер ойын алғыларыңыз келетін болса,
Қараңыздар 500 мың теңгенің видео картасы бар екен. Көріп қандай видео 8 гигабайттық видео карта Nvidia компаниясы ұсынған. Өте керемет, бұндай 256 бит екен. Өте әдемі және өте мощный. Осы 8 гигабайттық кәдімгідей мықты, шынын айтқанда бар ғой. Видеокарта XP дейді. XP ме сондай бірдеңе екен, короче, өте керемет. Мынандай ақша жетпейтін шығар, бірақ мықты болады компьютеріміз. Және 8 гигабайттардың былайша түрлері 200-300 мыңнан басталады. Сондықтан да сіздерге 4 гигабайттықтарды ұсынайын. Жас 4 гигабайт өте 4 гигабайттың өзі көтерілісін көтереді. Сондықтан да 4 гигабайтты да алыңыздар, керемет. 4 гигабайттың өзі кәдімгідей ыңғайлы. 4 гигабайт мықты. 4 гигабайттың өзі мықты. Қазір ойындардың көбі 4 пен 8-ге шығып жатыр. Сондықтан да 4 гигабайтты алыңыздар, 300 мың теңгеден басталады. Так, сіздермен болған мен Аркемір. Келесі видеода кездескенше видеоға лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. И аман болыңыздар.